Жыл сайын Қазақстанда өндірістік жарақаттанудың 2000-ға жуық оқиғасы орын алады және кәсіптік аурулардың орта есеппен 400 жағдайы тіркеледі. Жағдайды жақсарту үшін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстан Республикасында қауіпсіз еңбек тұжырымдамасын әзірлеп, іске асыруға кірісті. Тұжырымдама тәуекелге бағдарланған тәсіл негізінде еңбекті қорғауды басқарудың ұлттық жүйесін жаңғыртуды, кәсіптік тәуекелдерді төмендету жөніндегі шараларды экономикалық ынталандыруды, сондай-ақ кәсіптік құзыреттер мен ғылыми әлеуетті дамытуды, еңбекті қорғау саласындағы бақылау мен мониторингтің тиімділігін арттыруды көздейді. Тұжырымдаманы іске асыру өндірістік жарақаттану деңгейін, еңбекті қорғау саласындағы бұзушылықтар санын азайтуға және еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыс орындарының санын азайтуға ықпал ететін болады.